баршасы қабыл болатынын айтып жүреді екен де, бір дұғасының қабыл болмағандығын өзі жасырып қалады екен. Онда сіздің не сұрасаңыз Алладан беріліп жатқан шығар, деп қызығып сұрайды жаңағы жолаушы. Сіздің басыңызға келе жатқан бір үлкен пәлекет, үлкен бір сынақ жеңілдетіледі деген. Жеңіл желпі болып келіп кетіп қалады сізден деген. Сұрап жүрген болсаңыз, артынша дұғаңыздың қабыл болмауы мүмкін емес. Қандай дұғаңыз қабыл болмай жатыр десе, ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау әдетіміз бойынша осы YouTube арнамызда өздеріңізден келген сұрақтарды жауап ретінде түсірілім жасауымыз бар, оны білесіздер. Бүгінгі келген сұрақтарымыздың ретін қарайтын болсам, дұға етіп жатырмын, бірақ дұғам қабыл болмай жатыр деп бір оқырманымыз осындай сұрақ жолдаған екен. Енді құрметті жастар, жалпы бұл дұғаның қабыл болмай жатыр деп осындай ойға келіп жатқан болсаңыздар, біліңіздер, бұндай ой шайтаннан болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, адам баласы қашан қолын жайып Алладан дұға жасаған кезде, Алла тағала оның қолын бос қайтарудан ұялады дейді хадисте. Және Алла тағала Құран кәрімде айтады, сендер менен сұрасаңдар, мен сендердің сұрағандарыңды беремін. Бірақ Алла айтады, сендер бірінші менің айтқанымды істеңдер дейді Бақара сүресінде. Бұл дұға сұрау жақсы ғой. Бірақ сонымен қатар Алла тағаланың айтқанын орындап, Алланың тыйғанынан тыйылатын болсаңыз, дұғаңыз тез арада және сөзсіз қабыл болатындығын толық сенімде болуымыз қажет. Өткен тарихта Наубай ханашы дейміз ғой, нан жабушы кісі дұға қылады екен. Бірақ сол дұғасының баршасы қабыл болатынын айтып жүреді екен де, бір дұғасының қабыл болмағандығын өзі жасырып қалады екен. Сөйтіп күндердің күнінде бір жолаушыны көріп қалады, жолдың мына жағында мешіт, жолдың келесі тарапында жаңағы нан жабатын Наубай хана. Сөйтіп кешкі уақытқа шейін жаңағы жолаушы сол мешітте болады. Кешкі уақыт болғанда жаңағы мешіт қызметкерлері жаңағы мешіттің жабылатындығын ескертеді, мешіттің ішінде қалуға болмайтындығын ескертіп, жаңағы жолаушы кісіні мешіттен шығарады. Жарайды, мешіттің шығып, мешіттің ауласында отырса, мешіттің ауласында отырғыздырмайды. Жоқ, ауласында қазір есікті жабамыз, сыртқа болыңыз, айыпқа бұйырмаңыз деп. Мұны көріп отырған жолдың мына жағындағы Наубай ханашы жаңа жолаушыны шақырып алады. Келіңіз, менде орын бар, жолаушы екеніңіз көрініп тұр деп. Сөйтіп жаңағы жолаушыны орналастырып, жайғастырып, жаңағы Наубай ханашы өзінің шаруасын істеп жатыр. Қамырын илеп жатыр, тандырға нанын жауып жатыр. Сөйтіп жаңағы жолаушы қарап отырып, жаңағы кісіге әңгімеге тарта бастайды. Мен байқаймын, сіз нан жауып жатқан кезде аузыңыз жыбырлап бір нәрсе айтып жатсыз, не айтып жатсыз дейді. Сол кезде Наубай ханашы айтады, мен Алланы ұлықтап тұрамын, зікірлер айтамын деді. Субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар, пайғамбарға салауат айтып тұрамын деп, осындай дұға айтып тұрғандығын айтты. Сөйтіп жаңа жолаушы кісі айтады, бәрекелді, осылай дұғамен нан жабу үрдісіңіз қанша уақыттан бері жалғасып жатыр деп сұрағанында, жаңа Наубай ханашы айтады, ұзақ жылда айтады. Осындай ұзақ жылдан бері мен осы амалымды жалғастырып жатырмын дейді. Сонда жаңа жолаушы кісі айтады, онда сіздің дұғаларыңыз сөзсіз қабыл болып жатқан шығар дейді. Yani сіз сондай ұзақ жылдан бері Алланы ұлықтап, осындай наныңызды жауып жүрген болсаңыз, онда сіздің не сұрасаңыз Алладан беріліп жатқан шығар, деп қызығып сұрайды жаңа жолаушы. Сонда жаңа Наубай ханашы айтады, Аллаға шүкір, не сұрасам Алла бәрін беріп жатыр маған дейді. Не сұрай, қандай тілегім бар, бәрі қабыл болып жатыр. Бірақ сол дұғалардың ішінде біреуі қабыл болмай жатыр дейді. Сөйтіп жаңағы жолаушы айтады, мүмкін емес дейді. Yani сіз сондай ұзақ жылдан бері Алланы еске алып, ұлықтап, сұрап жүрген болсаңыз, артынша дұғаңыздың қабыл болмауы мүмкін емес. Қандай дұғаңыз қабыл болмай жатыр десе, жаңа Наубай ханашы айтады, қазір біздің осы ғасырымызда, осы пәленше деген бір өңірде Ахмад ибн Хамбал деген ғалымның шыққанын естіп жүрмін. Соны өмірде бір көргім келеді. Сол кісімен бір жолыққым келеді. Әрдайым дұғамда соны Алладан сұраймын. Дәл сол дұғам қабыл болмай жатыр. Қалған дұғалардың бәрі қабыл болды деп айтқанында,
жаңағы жолаушы айтады, орнынан қарқып тұрып, сіздің дұғаңыз екен ғой, мен сондай жерден еш жерге отырғыздырмай, еш жерге қондырмай, тіке алдыңызға алып келген сіздің дұғаңыз екен ғой, мен енді түсіндім деп. Нені түсіндіңіз десе, сіз сұрап тұрған Ахмад ибн Хамбал деген кісі мен болам дегенде, жаңа жолаушы кісі. Сонда құрметті жастар, айтқымыз келгені, сіздің дұғаңыз сөзсіз қабыл болады. Бірақ жаңа айтқандай, Алла Құранда айтқандай, Алланың бірінші айтқанын орындау керек. Алланың бұйырған намазын бүтіндеңіз, Алланың бұйырған Рамазанда оразасын ұстаңыз, Алланың тыйған тыйылымдарынан тыйылыңыз, арақтан тыйылыңыз, жемқорлықтан, парақорлықтан, өсімқорлықтан, өсімге ақша бермеңіз, өсімге ақша алмаңыз, өтірік сөйлеуден. Осында тыйымдар бар. Сондай Алланың қайтарғанынан қайтсаңыз, Алла Тағала сіздің дұғаңызды сөзсіз қабыл етеді. Өйткені Алла Құранда айтып жатыр, сендер менен сұраңдар, мен сендердің дұғаларыңды қабыл етемін деді ме, Алла уәдесінде тұрады. Құрметті жастар, Алла Тағала басқа бір аятта айтады, қандай жағдай болса да Алладан ешқашан мейірімінен үміт үзбеңдер дейді. Енді бұл дұға мәселесінде ғалымдарымыз айтады, бұл дұға қабыл болған кезде бұл үш түрлі көріністе болатындығын айтқан. Бірінші көрінісі, сіз жаңағыдай шариғат талаптарына сай дұғаңызды айтып жүресіз, тез арада ол сізге көрінеді жауабы. Немесе екіншісі, сол дұғаңыздың шарапатымен, сол дұғаңыздың себебінен сіздің басыңызға келе жатқан бір үлкен пәлекет, үлкен бір сынақ жеңілдетіледі деген. Негізі үлкен мәселе келе жатқан еді, жеңіл желпі болып келіп кетіп қалады сізден деген. Неге жеңілдетілді десе, өйткені сіздің дұғаңыздың себебімен дейді. Немесе үшінші кезеңін айтқан ғұламалар, бұл қияметке қалады деген, ақыретке қалды. Өйткені сіз мүмкін сұрап жатқан нәрсе дәл осы дүниеде берілсе сізге, мүмкін сіз дұрыс жолда келе жатқан жолыңыздан мүмкін оны көтере алмастан, мүмкін оны дұрыс пайдалана алмастан басқа ауытқулары болуы мүмкін. Алла оның бәрін білуші. Сол себепті сізге Алла Тағала қазір бермей жатқанның өзі сізге беріліп жатқан болып есептелінеді. Яғни Алла Тағала сізді сол тура жолынан ауытқытпай, адастырмай, соны жолында алып келе жатқанның өзі сізге беріп жатқан болып есептелінеді. Сол себепті құрметті жастар, иншалла дұғамызды айтып жүрейік. Ол дұға шариғатымызда өте үлкен құлшылық болып есептелінеді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады, дұға қылмайтын болсаңыздар, онда дұға қылмайтын адамдарды осы жер бетінен Алла алып кетеді де, орындарыңызға дұға жасайтын адамдарды Алла алып келеді дейді. Сол себепті бұл дұға да өте үлкен құлшылық болып есептелінеді. Біздер Алладан сұраудан шаршамайық, бірақ Алла Тағала беруден шаршамайды. Және Алла Тағаланың қазынасы таусылмайтындығын білуіміз қажет. Әрдайым айтып жүреміз, біз кейде осы сұрау деген нәрсені адамдармен адастырып алдық. Адамнан сұраймыз. Жоқ, адамнан сұрамау керек, Алладан сұрау керек. Адамнан сұрай берсеңіз, адам ренжиді, неге сұрай бересің деп. Алладан сұрамасаңыз, Алла ренжиді, неге сұрамай жатсың деп. Сол үшін Алла Тағала баршамыздың дұға тілектерімізді қабыл етсін. Алла Тағала баршамызға риза болсын.